Шапалақ тоқтатпай. Құрметті қонақтар, бүгін 25-те жан-жақта 10 жылдық, 5 жылдық, 1 жылдық та болады дейді. Біреулер 5 айлық өткізіп жатыр, 5 айлық. Бітіргенімізге 5 ай болды деп жатыр дейді. Ол қашан 5 ай болады, бүгін бітіріп отырмын деймін. Сондықтан жемістің тәттісі тұт болады, Құдайдан шын тілесең құт болады. Оу жігіттер, қыздар, кешіміз қызып өтсін десеңдер, Ағмарадан керемет ән жүп болады. Шапалақ аямаймыз кәнеке. Сіздер құрметтеріңізге жібер Ағмарада. Жамылып келеміз, айсыз ашық аспан. Төбемізде жұлдыздар, үнсіз жымыңдасқан. Бара жатыр зымырап, байқалмайтын уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Рахмет. Спасибо, музыка, спасибо вам. Төн еуіп бітті мынау. Неш камера шақырыңдар өз бүгін той. Мен түсініп алайыншы, мен соткіге түсіп жатырмын ба, неге түсіп жатырмын мен қазір? Ұстаздарымыз келіп жатыр, Құдайға шүкір. Бұл ұстаздарымызда бүгінгі 20 жылдық бас қосу кездесуі. Мінеки келіп жайғассын, сол кісілерге арнайы сөз береміз. Бүгін айттым, 66-лар той беріп жатыр, 76-лар той беріп жатыр, 86-лар той беріп жатыр, 96-лар ойланып жатыр. Қашан істейміз бізді? Сондықтан, құрметті қонақтар, осында сағыныштың сазы деп, ауылымның шіркін жазы деп, арнайы аттың басын бұрып келіп, осы кештеріңізге арнайы тілегімен, ақ ниетімен келіп жатқан аппақ гүлдей қуанышқа
ниетін білдіруге келген жақсылардың жақсылық тілектердің бәрін жүрегіне түйіп берген, осы кешке басын иіп келген, сіздердің беттеріңізден сүйіп келген Гүлмира апайларын шақырамын. Шапалақ қояйық. Қанекей, қош келдіңіз. Және де осы Гүлмира апайларыңыз жалғыз келген жоқ, өзінің өмірлік жары деп ойлап қалмаңыздар, өмірде бірге оқыған досы деп айтайын деп. Апайдың өзбен алып кетті бұл жерде. Құрал деген сіздің ағаларыңыз 76-лардың бүгінгі 20 жылдың кездесу кешінің себепкері. Құрал сіздер мектепте бүгін бітірген адам шығарсыздар. Қойындарыңа, омырауларыңа қызыл галстукты тағып алып, оның үстінде соң омыраудың белгісі деп қоңырауы бар. Енді дұрыс дайындалған екенсіздер, бұл жігіттер сол нәрсені алайын десе, сіздер ақ қойсыздар ғой. Базарда қамапты. Бәрін жесіп салдырып кетті. Енді мына қош келдіңіз Күреке. Құреке. Мен жаңа әзілдеп айтып жатқаным өмірдегі деп атып сол Гүлмираның өмірдегі десек, Гүлмира дейді да. Жоқ, өмірдегі бірге оқыған класстасы деп айтайын десем, содан кейін түсінбей, сөйтіп айтайын деп мен күйеуімді әкелген жоқпын ғой деп жатыр да кісі. Сондықтан енді Күреке құтты болсын. Сіздің алғашқы қуаныштарыңыздың бірінші қара 10 жылдыққа бірінші қадам басып келіп, айтады ғой қазақта, қадам келсін, бәле кетсін дегенде. Сондықтан неге қадам басып келген ұстазымыз. Біздің ұстазымыз деп шапалақ ұратын азаматтар болса, мен сөзді Гүлмира апайларыңызға беремін. Қанекей. Едеміз оқушыларым, бас қосуларым құтты болсын, өмірде еш қиындық көрмеңдер, алдарың ашық болсын, бақытты болыңдар, бәрін бір қызметкер шығарсыңдар деп ойлаймын. Тек денсаулығымыз мықты болсын, тек жақсылықта кездесейік, 20 жылда, 30 жылда, 40 жылда, 50 жылда кездесіп жүрейік. Алдарыңыздан алып қойыңыздар. Рахмет. Мына биыл осындай жылдық кездесудің науқанында біздің ауыл бірінші орында. Біздің ауыл 10 жылдық кездесу істеп жатыр. 20 жылдықты сіздер істеп жатсыздар. 30 жылдықты Құдайға шүкір өзіміздің ауылдастарымыз 66-лар істеп жатыр екен. Алтынана мейрамханасында, Атакент өңірінде. Ал 40 жылдықты осы Жетісайда Айару мейрамханасында о төрде отырған 60 ағайларымыз әне күні 18-ші жұлдызда өткізген. Сол істерінде 40 жылда құтты болсын деп шапалақ ұрып қоюға жарасады. Ендігі сөз сондай құтты болсынмен келіп жатқан 20 жылдық кешін өткізіп жатқан Құралбай ағаларымыздың тілегін тыңдайық Қанекей. Рахмет. Мынау құрметті ең бірінші төрде отырған ұстаздар, сіздерге үлкен рахмет. Осындай шәкірттерді тәрбиелеп, әрқайсысын, әркімнің білімдеріңізді сусындандырып, осындай үлкен шаңырақтың, үлкен биіктің осындай ғимаратқа жеткізіп отқан сіздердің арқаларыңыз деп ойлаймын. Ду шапалақ қоса болатын шығар. Құда қаласа осы 10 жылдық өзіміздің артымыздан басып келе жатқан ізбасар інілерімізге, қарындастарымызға сенемін. Құда қаласа сіздер де ертең осындай біздің 20 жылдықтай бас қосуларыңызды көре беруге нәсіп ете берсін. Жақсылық тілеймін. Мынау ұйымшылдықтардың, ауызбіршіліктердің еш уақытта жоқпасын. Ұстаздарымды әрдайым жоғарылап, сыйлап, биіктен көрсете беріңдер. Өздеріңді жоғарыдан көрсетіңдер. Жақсылық, рахмет. Рахмет. Сонау жоғары оқу орынға бардыңдар ма? Енді жоғарыдан көрсетіңдер өздеріңді деген екен бір кісі. Сол айтқандай мінекей өзіміздің Амангелді елінің, елді мекенінің суын ішкен, топырағына аунап өскен азаматтардың бәрі осы бүгінгі залдың ішінде. Сіздер де соның ішіндесіздер. Құда қаласа сіздердің қуаныштарыңыз құтты болсын, мерейлі қуаныштарыңыз. Мінекей мына 10 жылдық мерекені тойлап жатқан бүгінгі інілеріңіз бар, бауырларыңыз, қарындастарыңызға деп, ол ұстаздарға деп айтқан тілектеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл, жайлауларыңыз жасыл болсын деген ниетпенен сіздерге арнайы керемет ән шашуды тартып келіп отырмыз. Рахмет, той көріңіздер. Қанекей. Сый сияпат.
ештеңе жоқ па деген әңгіме. Бәріміз де сол ауылда бала болдық, сол ауылда өсіп дана болдық. Енді біріміз әке болдық, біріміз ана болдық дегендей өстік, жетедік. Сіздердің айтқан тілектеріңіз қабыл болсын деген ниеттен мына Жуаныш Жексенұлының орнында жүрген өзіміздің осы Жетісайдан оқып өсіп, өзінің өнерін шарықтатқан жігіт, соның әнін орындайтын осыдан Нұрлан деген бауырымыз бар. Бала кезді сағындым деген ән. Оны тыңдауға да болады, оған билеуге де болады. Ортада билеуге де болады, тыңдауға да болады. Кәне көріңіздер. Шапалақ қайырсыздар. алып қоймай жатып өзін алып қояды. Жақсылап алдымызға келгенде шырмақтан алып отырсаңдар деді. Өйткені мынау
Aytады ғой мына. Шудың шөбін жеген. Шудың шөбін жеген. Қызылорданың пішін жеген. Сырдарияның соғысын жеген. Сарыағаштың суын ішкен. Доңызбен жайылмаған. Бұрын соңы сойылмаған, ішінің алдына қойылмаған жылдың келін сіздерге тағылып жатырмыз. Кәйгі осы күні 10 жылдықтың мерекесін тойлап жатқан жігіттердің атынан, қыздардың атынан деп ортамызға дәм келеді, дәмнен алып отырмыздар құрметті. Бүгінгі той қонақтары. Ендігі сөз кезегінде бастаймыз. Ал енді мына жігіттер, жігіттер біздің ауылдың әдеті ғой бұл. Той болса тұрып жүре біледі. Жүре біледі де, өзінен өзі жүре біледі. Не қылып деп айтсаң бәле аласың ғой. Қызмет етіп жүрмін ғой, өзге біле болады. Сондықтан сәл тынышталайықшы, өтініш. Ей, кім тұрып тұрғандар, тұрмасаңдар кетпейді ау жігіттерге. Тұрып ішетіндер бар ғой. Отырса тартпайды да, тұрып ішсе зор кетеді ғой. Қайтқан тұрды ғой. Не деген адамдар олай? Ақыр тұрдың ба? Тұрып қызмет қылатын болсам, ұстазыңа қызмет қыл. Жан болады да нең бар? Сені бір ақ жасы үлкен. Сыртқа шығарып ұрама сен. Енді тойға келгеннен кейін сәл той мектеп тәрбиесі деген тәрбиелі отырайық. Ұстаздарымыз отыр, 10 жылдық біздікке болып бір өткен емес. Өз қызығымызды өзіміз аккуратно өткізгенде не жетсін. Енді мынау бүгінгі қуанышымызға арнайы өздерінің керемет тілегімен, ниетімен келіп жатқан азаматтар бар. Ол жігіттері кезінде сіздерге осы 10 жылдықты кілтін тапсырған азаматтар қонақ болып келіп отыр. Алдыңғы толқын ағалар, кейінгі буын інілер дегендей осында қонақ болып шақырғаннан кейін мен құрметтен шақырайын деп тұрмын. Қонақтар 1985 жылғы туылғандар. Жанболат және Нұрғали 1987 жылы туылғандар. Айдархан менен Ерқадір шақырамыз. Шапалақ ұрып қояйық кәнекей. Қошемет болсын. Қонақ болып келіп жатқан Ағнұр деген қарындасыңыз бар. Ағнұр келіңіз. Ағнұр қарындасына шапалақ ұрып қояйық, қошеметтеп қояйық. Қонақ болып келіп жатқан, бүгінгі кештеріңізді көріп жатқан, ей деп тамсанып жатқан. Қазір мен осы тілектен кейін ән салам деп жатқан біздің қарындасымыз келіп жатыр. Кәне келіңіз Ағнұр қарындас. Абылай енді жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін жақ, ішпейтін адам жоқ дегенде. Сондықтан енді біз енді сәл сүріндіп жатсақ, жаңылып жатсақ, кешірім сұраймыз сіздерден. Енді қонақ болып келдіңіздер, қонақ болып тілек айтыңыздар. Бастауын 85-тен бастайық. 85 жылғы братандардан бастайық. Шапалауыңыздар кәнекей. 85 жылғы братандар деп жаздық сіздерге. Жанболат деген братан, Нұрғали деген братан. Екеуі бір атан түйеден береміз екенен кәнекей. Құтты болсын, жеңдеріңіз сау болып, ойдатпен жүре беріңіздер. Үлкендер айтқаны болсын, оны бәрін қосыламыз. Осы әншіке әке-шешеміз барғаныз. Ал не дейміз? 10 жылдықтарың құтты болсын. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, түнгі 10 жылдықтарың құтты болсын. Махаббат деген биік тас, оған ешкім жете алмас. Оған жетер бар болса, қол ұстасқан екі жас дегендей, мәңгілікке қол ұстасып сол биік махаббаттарыңа жете берулеріңе тілектеспін сенің.
Бір мәугіл апайдың баласы тыңдайтын адам жоқ қой дейді. Садық ағайдың баласы айтады да, тыңдайсыңдар ма, тыңдамайсыңдар ма дейді, Садық ағайдың баласы. Отырсаңдаршы, келін айымдайын, не болыпсың şimdi? Отырсаңдаршы. Мына келінге ұрсан, осы келін кімнің келіні? Сіздің үйіңіздегі келін ба? Айналайын, тамаша келін. Ыңғайға, арқыңа, бәріне көрелеген осы келін. Дұрыс қайнаға деп жүр. Тамаша, ұрсам не? Осы келіне тәрбие алынды шайырлайды. Сен сабыретіндірші, кім? Әсіл, ішпесе де бара білме қасына. Отырсайды болды ғой. Өзі ішеді ол. Шөлдеп күген ғой бәрі. Сән тыңдайық, қонақпы шақырдық қой 85-тен, 87-тен. Енді тыңдайық та келгеннен кейін. Кош айтты жаңа, кош айтып қалдық қой, тіліміз соған кетіп қалған. Кош айтты ғой, осы рахмет, әкесі ұстап жіберді бұл әңгіме. Біреу түсінді, біреу түсінбеді. Сондықтан енді соның оған да шапалап ұрмадыңыз деді мысалға да. Шапалап қойыңдар арасында мен. Той екен бұл жер. Ары қарап, Мәугіл апайдың баласы мен Садық ағайдың баласы сөйлейді керек. 2003-тің жүректері 10 жыл тола берсін. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Жоғарыда отқан апайлар, сіздерге рахмет. Бүгінгі тойлар тола берсін. Барлықтарыңызда бір жас болса да көргеніне қуаныштымын. Қыздар, балалар, әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Бүгінгі кешті жақсылап ойнап күліп өткізгеніне тілектеспіз. Барлықтарына бақыт тілеймін. Көргеніне қуаныштымын. Той баласын. Мына енді біздің ауылда білесің ғой, сол үшін де бізге шапалақ ұрмайды. Сол үшін де қойсын, сол үшін десек, бәрі дір. Ана біз сол үшін де біз тағы бірдеңе айтып қалады екен. Не айтады екен, мына әңгімесі бітіме деген әңгімеміз. Сондықтан сол үшін деп айтып тұрыңыздаршы өтініш. Арға тірек жалғасақ 87-лер. Құда қаласа енді жылы сіздердің де озықтарыңыз келеді. Сол кезде де үйсіп тұрасыңдар ма? Біреу қолдарға, біреу алға. Қайып тұрасыңдар? Қалай тұруын білмейді ғой, олар қайып тұрып көзешін алып. Біледі ғой, ә? Кәреге. Мен бір әшке алған екен ойлап отырмын, не болса? Әзілгі. Не дейміз? Ағалар, әпшелер, жеңгелер. Мына біздің қонақ қып 87-лерді ортасынан енді бір шақырып отыр екенсіздер. Рахмет. Мынау төрде отырған апайлар мен ағайлар. Мына Құда қаласа бізге де осы 86-лардың осындай дастарханы үлкен, осындай жақсылығы бізге де жұғысты бола берсін деген ниеттеміз. Құда қаласа бізде келесі жылы осындай көңіл күймен, осындай жарқын жүзбен сіздерді осындай үлкен дастарханда күтіп аламыз деген ниеттеміз. Сіздерге зор денсаулық тілеймін осы жоғарыда отырған апайлар мен ағайларға. 86-лар деп айтамыз ғой енді, ауылда сондай ғой движениеміз. 86 движениеміз ғой. Иә. 86-лар мына ағалар мен әпшелерге рахмет. Главный ағалар ғой жерде. Ортамызға шақырып отырғандарына рахмет. Мынау главный істеріңізге сәттілік тілеймін. Әрқашан жүздеріңізде күлкі кетпей, ойнап күліп жүре берсін ағаларымыз. Осылардың арқасында ғой, Құда қаласа осы күндерге бізде жете берейік. Сол ниетіміз. Дұрыс. 87, мысалы 85-тердің ысқырығы қандай еді, 87-тердің ысқырығы, 86-лардың ысқырығы әртүрлі болатын еді ғой. Қандай 87-лердікі қандай? 85-тердікі ше? Қандайсыздар? Шегірткен даусын салыпты деген біледі ғой, қоқ-қоқ деп, е? 86-лар келеді ме? Ауылдың иттер шатасқылмай болған. Мына енді дұрыс, әркімнің өзінің ысқырығы бар, әркімнің өзінің сыйластығы бар. 86-лар деп айта берейік деп жатыр. Дұрыс, рахмет айтқан деп қабыл болсын. Ары тек жалғасады, кәреге. Алдымыз енді финалдар болсын, тойларыңыз құтты болсын. 10 жыл сіздердің жолдан бере берсін бізге ендігі жылдар.
осы кеңесіне кездесіп осы қонақтарға қонақ болып келеміңіздер. Қолышыларыңыз. Al, tamam oldu. Sizi görgeniz rahmet. Olsun. Assalamualaikum. Бүгінгі жиналған қонақтар, ағалар, жеңгелер, әпшелер. Құдайымдар мазмұн. Бүгінгі жиналған 86-лар дейміз ғой. 10 жылдық мереке тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға болсын, Құдай қаласа. Осы ендігі жылда біз жылдарымыз бола берсін. Соңғы куәгерін отыра беріңіздер бәріміз. Саулығыңыз, сөз беріңізге бүгінгі кешті ұйымдастырып жатқан қонақтарге тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, мол бақыт, жұмыстарыңызға творчестволық табыс, отбасыларыңызға береке, байлық тілеймін. Жолдарыңыз әрқашан ақ болсын, биіктен көрініп жүре беріңіздер. Мына осындай шәкірттерді білім беріп, тәрбиелеген ұстаздарға да үлкен рахмет. Осы жерде жақсы тілектер айтылып жатыр ғой, бәріне қосыламын. Бәріне қосыламын деді. Бәріне қосыласыз. Бәріне қосылған жақсы. Бірге көрген ұлы той, бірге жүрген жақсы ғой деген. Бірге жүрдіңіздер, бірге тұрдыңыздар 85 топ, 87 топ, 86 топ. Ал енді мына 86-лардың ішінде ұйымдастырып жүрген жігіттердің мына басы қасында тұр мінекей. Арман Астанадан келіп, Астанада жүрселер ұйымдастырып. Сотовый деген жақсы болды қазір. Звондайды екен. Арманның любойна правасы бар екен ғой. Дір десе бәрі дейді екен. Содан ұйымдасып кете береді екен. Содан кейін ғалымжан мәселе деген, ғалымжан осы жақтың бәрін тындырады екен ғой. Бермегенге қоя салып, ертең көреміз кетеді екен. Амал жоқ келеді екен. Енді мынау сіздерді дос деп, сіздердің достардың осындай бүгінгі 86-лардың бас қосуы, кездесуі деп, аға деп біріңді іні деп шақырған екен. Не әкелдіңіздер?